Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде үшінші сабақ таргет жіберу. Бірінші сабақта біз полностью таргеттің не екенін түсініп алдық және Facebook аккаунт ашып, таргет жіберуге дайындап қойдық. Екінші сабақта біз креатив түсіруді, креативке оффер жазуды, қалай креативті эффективный күшті қылып жасауға болатынын үйрендік. Бүгін бізде үшінші сабақ сол түсірген креативімізді рекламаға жіберу. Қалай жібереміз? Ол үшін бізге егер сізде MacBook болатын болса, Safari, Chrome кез келген браузермен жібере аласыз, немесе Lenovo болатын болса, тоже кез келген браузермен жібере аласыз. Кіреміз. Дальше Facebook деп іздеп аламыз. Өте маңызды нәрсе, реклама жібермей тұрып, сіз осы 5 нәрсені дайындап алуыңыз қажет. Ең бірінші Facebook пароль логин, одан кейін барып Instagram пароль логин, одан кейін барып бизнес WhatsApp номер, міндетті түрде бизнес WhatsApp номер, одан кейін барып банковский карта. Банковский картаңызды толық дайындап алыңыз, толық 16 санын, толық информациялар дайындап алыңыз, және де оплата в интернете бөлімінде лимитті ашып қойыңыз. Және картаның ішіне ақша салып қойыңыз, өте маңызды. Одан кейін бесінші нәрсе, ол бізде реклама жіберетін фото видеомыз дайын тұруы қажет. MacBookқа алдын ала өткізіп қоямыз, ноутбугыңызға алдын ала реклама жіберетін видеоны, фотоны дайындап өткізіп қойыңыз. Реклама жіберу. Ең бірінші нәрсе ол бізде страницы. Получается, біз қазір страница ашатын боламыз. Страницаны не үшін ашамыз? Біз Facebookқа, Instagram мен бизнес WhatsApp номеріміз тіркеуіміз керек. Чтобы реклама шыққан кезде, рекламаға профильға өткенде Instagram басылу үшін, және подробнее батырмасын басқан кезде бізге бизнес WhatsApp номерге өту үшін. Сол жаққа қараймыз, страница деген тұру керек. Егер жоқ болатын болса, показать больше дегенді басып, сол жерден іздеп тауып аламыз. Егер ол жерден шықпайтын болса, осы жерде 9 нүкте тұрады, меню деп. Осы жерде бізде страница деген бөлім бар. Страницаны басамыз. Мына название страницы деп тұр. Название страницы деген жерге кез келген ат жазып қойсақ болады. Инстаграмыңыздың атын жазсаңыз болады деген сияқты. Мысалы, мебель деп алайық. Мебель деп басамыз. Одан кейін барып категория деген жер болады. Категорияға тоже мебель деп жазамыз. Және бізде мебель деп шығады. Ремонт мебели, услуги по обивке, недвижимость, ресторан. Сізде салон красоты болатын болса, мысалы, осы жерде салон деп жазсаңыз шығу керек. Салон красоты, салон тату и пирсинга, салон сотовой связи. Немесе одежда болатын болса, одежда. Одежда бренд, магазин женской одежды, магазин мужской одежды, просто одежда. Сіздің категорияңыз мүмкін шықпай қалуы мүмкін. Ондай кезде максимально ұқсас категорияны таңдай беріңіз. Одан кейін барып, мысалы, давайте одежда деп аша салайық, ақыры. Одежда и одежда. Магазин мужской одежды. Создать страницу деген кнопканы басамыз. Осындай бөлімге өткізет бізді. Далее, пропустить, далее, готово деп басамыз до конца. Басқаннан кейін бізде страница ашылады. Страницамен ашылды, страницаның ішіндеміз. Дальше бізде мысалы главныйға өтейік қайтадан. Главныйға өткен кезімізде бізде уже мына жерде өзіміздің атымыз тұрған жер, ол бізде главный Facebook'ымыз. Және қосымша ашылған страница, ол Insta мен WhatsApp тіркелу үшін одежда деп аштық. Одеждадан басамыз. Сол кезде бізді осындай бетке лақтырады. Егер лақтырмайтын болса, сіз осындай бетте қалып кетесіз, және өзіңіздің профиліңіз басасыз. Міне одежда сол жақта төбеде тұр. Одежда. Сол жаққа өтеміз. Настройки деп тұрады. Осы бөлімді басамыз. Астыға қарай түсеміз. Связанные аккаунты деген бөлім бар. Осы жерді басамыз. Дальше бізде Instagram және WhatsApp деп тұрады. Осы жерге біз Instagram мен WhatsApp'ымызды тіркейміз. Instagram. Подключить аккаунт. Егер сізде басқа бір аккаунт тіркеліп тұратын болса, отключить етіп, өзіңізге керегін таңдасаңыз болады. Подключить аккаунт. Подключить. И продолжить. Маңызды нәрсе, егер сізде Lenovo немесе тағы да басқа Android'тық Windows ноутбук болатын болса, онда сізде бірден ашылады. Ал егер сізде MacBook болатын болса, онда ол бірден ашылмауы мүмкін. Сол себептен төбеде бізде осындай кнопка тұрады. Осыны басу арқылы бізді Instagramға тіркейтін жерге өткізеді. Осы жерге біз өзіміздің Instagram'ымыздың логинін және паролін жазып тіркейміз. Тіркеген екен, дальше подключить деген сияқты толық жазып кетеміз. Дальше сонымен Instagram тіркеледі. Егер тіркелмеген болса, бір перезагрузка жасап көресіздер төбеден. Әлде де тіркелмей тұратын болса, связанные аккаунты дегенді басып, Instagram дегенді басып, тағы да бір тексереміз. Егер тіркелмесе, подключить аккаунт деп тағы да бір тексереміз. Кейбір кезде моменттер болады, қатып қалады, Facebook екі рет тіркеу керек болады, 3 рет тіркеу керек болады. Қайта тырысып көресіздер. Келесі, Instagram тіркеп болғаннан кейін связанные аккаунты деген бөлімге қайтадан өтеміз, және WhatsApp.
бізге міндетті түрде бизнес WhatsApp номер керек. Себебі басқа простой WhatsApp номер тіркелмейді. Бизнес WhatsApp номерімізді жазамыз. 777-777-77-77 дейміз. Және отправить код батырмасын басамыз. Сонымен бізге сол бизнес WhatsApp номерімізге код кетеді. Соны тіркейміз и автоматически тіркеліп кетеді. Вот, осы бөлімде біткен екен, біз страницаның ішіндегі ең маңызды нәрселерді бітірдік. Главный бөліміне өтеміз. Төбеде. Одан кейін оң жаққа қарай барып, өзіміздің аккаунтымызға қарай өтеміз. Мысалы, Мақсат Айбелкасим. Сіздің өзіңіздің есіміңізбен шығып тұруы мүмкін. Келесі бізде уже рекламный кабинетке өту керек. Сол жақ бөлімге кіріп, показать большыны басып, ADS менеджер деген жерді іздейміз. Тура осындай батырма. Егер бұл жақта жоқ болатын болса, оң жақ төбеде 9 нүктені басу арқылы реклама деп тұрады, рекламаны іздейміз. Немесе ол жерде де жоқ болатын болса, осы жерлерден іздеп көреміз. ADS менеджер. Жалпы үш жерден кіруге болады, қай жерден кіргеніңіз маңызды емес. ADS менеджер басамыз. Рекламный кабинетке лақтырады. Және рекламный кабинетке өткен кезінде менде қазір мысалы мына жерде информациялар тұр, әртүрлі біраз кнопкалар бар, ал сізде новый аккаунт болғандықтан ешқандай кнопка болмайды. Сол себептен шошып кетпеңіз. Бір-екі кнопкалар шығады, сол жасыл кнопкаларды басып, ешқашанда кабинеттің ішінде кнопка басуды қорықпаңыз. Не бассаңыз да артқа қайтаруға болады. Дальше, мысалы сізді осындай бір жерге лақтыруы мүмкін. Осы сияқты жерде тұруыңыз мүмкін. Сіз не істейсіз? Сол жаққа қарай өтесіз да, компания бөлімін тауып аласыз. Осы сияқты тұрады, басамыз. Сонымен бізді осындай реклама жіберетін жерге өткізеді. Келесі шаг, біз картамызды тіркеу керекпіз. Сол жаққа қарай өтеміз, выставление счетов и платежей деген жер бөлім жоқ болатын болса, онда все инструменты деген жерді басамыз. Все инструменты және выставление счетов и платежей деген жерді басамыз. Дальше бізде карта тіркейтін жерге кірген кезімізде осылай шығады. Способ оплаты деген жерге добавить способ оплаты дейміз. Мысалы, добавить способ оплаты дегеннен кейін бізде Қазақстан, доллар, США деп тұрады. Ол дұрыс, және часовой пояс. Өте маңызды нәрсе, часовой поясты таңдаған кезімізде плюс 5 деген таңдаймыз. Басқа минус 7, минус 5 болып тұратын болса, басамыз да, ішінен отырамыз да плюс 5 дегенді іздейміз. Мысалы, мына жерде бар Ақтау, Азия. Міндетті түрде сіздің қалаңыз болуы маңызды емес. Бастысы часовой пояс плюс 5 болу керек. Себебі біздің Қазақстанның часовой поясы плюс 5. Плюс 5 дегенді іздейміз, басамыз. Далее деген екен бізде уже келесі этап информация о компании и налоговая информация. Осы жер міндетті түрде, егер сіз осы жерді қателесіп кететін болсаңыз, онда сізден Facebook дополнительно 12% налог төлеуіңізді талап ететін болады. Осы жерде редактировать дегенді басамыз, және просто мына галочканы басамыз. Сол кезде бізден артық 12% алмайды. Басамыз, сохранить. Және мына жерден уже дебетовая карта или кредитная карта деген жерді далее дейміз да, және өз картамызды тіркейміз. Карта тіркеліп жатқан уақытта картаның ішінде міндетті түрде ақша болу керек, және картаның оплата в интернете деген жерде лимит ашық тұруы міндетті. Вот, картамызды осылай тіркеп аламыз. Тіркеп алғаннан кейін қайтадан компания деген жерге өтеміз. Компания бөліміне өткен екен, уже реклама жіберуге кірісіп басасақ болады. Создать батырмасын басамыз. Басқаннан кейін бізде 6 түрлі цель шығарып береді. Соның ішінде бізде ең основной көп қолданылатын вовлеченность және лиды. Начинающийлерге более кеңес беретін вовлеченность цельмен реклама жібергенді. Себебі оңай және результат көрсету жылдамырақ болады. Және егер сізде WhatsApp болатын болса, вовлеченность пен жіберген реклама дұрыс. Себебі бизнес WhatsApp-қа адамдар жазғанда вовлеченность арқылы оңай болады. Ал егер лиды деген цель тоже мен өзім көп қолданам. Ол қай кезде қолданылады? Егер сіздің рекламаңызды подробнее батырмасын басқаннан кейін сайтқа өту керек болатын болса, онда лиды мен жіберген дұрыс. Так, біз вовлеченность цельмен жіберуді үйретемін бүгін сіздерге. Продолжить вовлеченность басамыз, продолжить. Сосын осы жерде компания с целью вовлеченность созданная вручную деген жерді басамыз, продолжить. Дальше бізде осындай жер шығады. Осы жерде бізде название компании деген жерге, например, былай жазсақ болады. Парфюм. Бір деп қояйық. Және осы жерде бюджет компании, бюджет группа объявление деген болады.
осы жерде бюджет компания деген жерді таңдаймыз. Және сіз бюджет компанияды таңдаған кезіңізде бір бюджетпен бірнеше видео жібере аласыз. $10 2 видео, 3 видео жіберуге болады мысалы. Бюджет компания деп таңдаймыз. Желательно әр видеоға $5 қойған дұрыс. Мысалы, сізге 5 видео жіберу керек деп алайық. 5 видеоға $5 $25 болады. $10 қойғыңыз келсе $50 болады. Мен жібергім келіп тұр, қазір $100 5 видео жібергім келіп тұр. 100 деп жазам. Получается, әр видеоға $20 жіберем. Дальше. Получается, бұл жерде тек название компания өзгертеміз және бюджет. Название компанияда өзіңізге ыңғайлы болу үшін, ешкім көрмейді оны, өзіңізге ыңғайлы табуға, кез келген уақытта тауып алатындай қылып өзгертесіз. Келесі этап далее. Келесі бізде название группа объявления. Бұл жерге уже мысалы бірінші видеоны бір дейік. Бірінші видеомызды загружать етеміз. Келесі астыға түсеміз. Бізде бюджет и график. Дата начала деген жерге, егер мысалы қазір бізде түнгі сағат 4 және реклама жібере берсек болады. Егер сізде күндізгі түскі 1, 2 немесе кешкі 6-7 болатын болса, жалпы түсте және кеште реклама жібермеген дұрыс. Сол себептен, егер сізде қазір уақыт түс немесе кеш болатын болса, дата деген жерді басамыз, одан кейін ертеңгі күнді таңдаймыз. Бүгін қазір бізде 10 болатын болса, 11 күнді таңдаймыз да, сонымен уақытты 00:00 деп өзгертеміз. Получается, бүгін түнде уже сіздің рекламаңыз кететін болады түнгі сағат 12-де. Ал маған қазір кеткені қажет, сол себептен мен 10 декабрь 4:00 деп қойып қоямын. Дальше астына қарай түсеміз. Аудитория. Аудиториядан өзімізге керек аудиторияны таңдаймыз. Например, местоположение. Осы жерге біз кіреміз да, егер Алматы болатын болса, Алматы деп таңдап аламыз. Шымкент болса, Шымкент. Мысалы, бір мысал келтірейін. Алматы. Таңдап алдық. Город деген таңдаймыз міндетті түрде. Таңдағаннан кейін астында осындай галочка тұрады. Галочканы алып тастаймыз міндетті түрде. Одан кейін осы жерде осы стрелканы басу арқылы Алматыны қалай таңдалғаны көрініп тұр. Получается, қазір бізде көрініп тұр, Алматы 40 км радиусқа реклама жіберілетіні. Егер сізге бүкіл Алматыға, оның жан-жағындағы ауылдарға реклама керек емес болатын болса, 40 км басамыз да, только текущий город деген басамыз. Ал егер сізге бүкіл Қазақстан бойынша жіберу керек болатын болса реклама, онда Қазақстан дейміз. Страна деп тұр. Осын басамыз. Болды. Одан кейін астына қарай түсеміз. Келесі бізде осы жерде мені порекомендуйте аудиторию деп тұр. Показать настройки деген жерді басамыз. Тағы да астыға қарай түсеміз. Сөйтіп осы жерде бізде возраст деген жер бар. Возрастта өзімізге керек аудиторияны таңдаймыз. Мысалы, маған керек аудитория 30-дан жоғары, 65 емес, 60-ға дейін. 30 бен 60 жас аралығындағы мына жерде пол деген бөлім бар. Все. Мужчины, женщины, егер сіздерге әйелдер керек болатын болса, әйелдерді, еркектер керек болатын болса, еркектерді таңдайсыз. Маған екі жаққа да кеткені ыңғайлы. Одан кейін детальный таргетинг. Детальный таргетингті басамыз. Негізі бұны таңдау міндетті емес, бірақ таңдап жіберсеңіз де болады. Мен өзім мысалы көп жағдайда бұл жерді, бұл бөлімде ештеңе таңдамаймын. Сол кезде рекламаңыз бүкіл жерге жіберіледі және Facebook сіздің рекламаңыз қызық болады деген адамдарды өзі іздеп тауып болады. Егер таңдағыңыз келетін болса, онда таңдағаныңыз да жақсы. Мысалы, еда дейік. Сізде еда болатын болса, еда деп тұрады, міне интересы. Еда. Одан кейін астына қарай түсеміз. Питание и рестораны. Питание. Рестораны. Бұл жерде қызығушылық таңдаймыз. Адамдар Инстаграмда не іздеген кезде сіздің рекламаңыз шыққан қалайсыз деген сияқты. Бұл жерде көбінесе 3 интерес пен 8 интересінің арасында таңдаған жақсы. 20, 30, 40, 50 болған ол уже қате. 3 интерес пен 8 интерес арасында таңдаңыз. В идеале 5 интерес таңдасаңыз, онда ол өте жақсы. Дальше маған мысалы интерестер керек емес. Дальше астына қарай түсеміз. Место размещения. Место размещения бізде Advantage Plus деп тұрады. Осыны редактировать деген кнопканы басып, выбрать место размещения вручную деген жерді басамыз. Басқаннан кейін, осы жерде устройство деп тұрады. Оны тұрмауы да мүмкін. Устройство деп тұратын болса, редактировать дейміз да.
и ПК дегенді алып тастаймыз. Мобильное устройство деген ғана қалсын. Келесі платформа Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Audience Network 30 деп тұр. Бұл жерде бізде тек Instagram керек, себебі біз Instagramға реклама жіберіп жатырмыз. Facebook'ты алып тастаймыз, Messenger'ды, WhatsApp'ты, Audience Network'ты. Сол кезде бізде тек Instagram қалады, және астына қарай түссеңіз, сіз лентаға және историяға, рилсқа қай жерге реклама көрсеткіңіз келеді, соны таңдап аласыз. Мысалы, историяның галочкаға көрсетіліп тұр. Егер сіздің рекламаңыз историяға көрсетілмегенін қаласаңыз, историядан алып тастай саласыз, галочканы басып. Вот. Келесі этап бізде далее. Название объявления. Тағы да бірдеп қоя салайық. Маған солай удобно. Келесі астына қарай түсеміз. Осындай бір галочка тұрады. Галочканы міндетті түрде алып тастаймыз. Астына қарай түсеміз. Рекламные креативы деп тұр. Басамыз. Егер сізде фото болатын болса, фотоны таңдайсыз, видео болатын болса, видеоны таңдайсыз. Сіз рекламаға не жіберейін деп жатырсыз? Фото ма, видео ма? Өзіңізге керегін таңдап аласыз. Мысалы, мен видео жіберемін. Қазір менде осы жерде 1, 2, 3, 4, 5 видео дайын тұр. Осы видеоны, реклама жіберетін видеоны алдын ала ноутбукқа загружать етіп алыңыз. Ол үшін загрузить деп басамыз. Және ноутбукта тұрған видеоны алып, выгрузить деп басамыз. Сол кезде бізде загрузка болады, және уже осы жақта тұрады. Сөйтіп кішкене күтесіз загрузка болғаннан кейін осындай болып шығады, осындай сап-сары леп белгілер тұрады. Ол маңызды емес. Одан кейін барып таңдаймыз, далее, пропустите, продолжить, далее, готово. Келесі этап бізде астына қарай түсе береміз. Конструктор чатов деп тұрады. Осы жерде біз редактировать етеміз. Бұл жерде клиенттің сізге қалай жазғанын қалайсыз, сол нәрсе тұрады. Төбеде біз бағана екінші этапта бір нәрсе ұмытып кетіппіз. Осы жерге группа объявление деген жерге қайта ораламыз да. Страница Facebook деп тұрады. Страница Facebook деген жерден сіз өзіңіз Instagram тіркелген жерді таңдауыңыз керек. Мысалы, менің Instagram'ым осы вакансия деген жерге тіркелген. Осы жерде мен тұрамда Messenger'ды және Instagram'ды алып тастаймын. Маған тек WhatsApp қажет. Себебі бүкіл маған жазатын клиенттер осы WhatsApp номерге жазған қалаймын. Instagram'ға емес, Messenger'ге емес, тек WhatsAppқа жазған қалаймын. Бизнес WhatsApp тіркелген номерді басамыз. Дальше астына қарай түсеміз, тағы бір тексереміз. Ештеңе өзгеріп кетпеді ма? Міне 13 декабрь сағат 4-те реклама жүреді. Местоположение Қазақстан, возраст 30 пен 60 жас аралығы, детальный таргетинг ештеңе таңдалмаған. Место размещения мысалы өзгеріп кетті. Осыны қайтадан басамыз. Выбор место размещения вручную. Facebook, Messenger, WhatsApp, Audience Network барлығын алып тастаймыз. Далее. Астына қарай түсеміз. Менің видеом уже загрузиться етіліп қойған. Дальше астына қарай түсеміз. Заголовок напишите нам деп тұрады. Осыны міндетті түрде өшіріп тастаймыз, қажет емес. Астына қарай түсеміз. Бізде конструктор чатов деп тұрады. Редактировать батырмасын басамыз. Сөйтіп текст деп тұрады. Текст деген жерді толығымен өшіріп, жай ғана сәлеметсіз бе дейміз. Заранее подготовленное сообщение. То есть клиент сізге қандай сообщение жазған қалайсыз. Мысалы, мен қалаймын сәлеметсіз бе парфюм алу арқылы ойынға қатысқым келеді деп жазам. Сохранить. Болды. Енді келесі этап бізде, мен айттым ғой жаңағыдай видеоның басында, бірден 2 немесе 3 видео, 5 видео жібере аласыз бір ғана бюджетпен деп. Енді келесі этап бізде 2-3 видео жіберу үшін бір бюджетпен осы ортасында тұрғанға қарай апарамыз да, ортасында тұрғанның 3 нүктесін басамыз. Және дублировать, быстро дублировать дегенді басамыз. Сөйтіп бізде дублироваться етіледі. Сөйтемізді дублировать етілгеннің копия деп тұрады. Копияның астындағысын осын объявление дегенді басып, осы жерден видеоны ауыстырамыз. Редактировать деп, сменить видео деп, келесі видеоны таңдаймыз. Дальше астына қарай түсеміз. Енді барлығы дайын болғаннан кейін, ең төбесіне өтіп, басынан бастап бір тексеріп аламыз. Название парфюм 1, бюджет $100. Далее.
название 1, страница дұрыс тіркеліп тұр, тек қана WhatsApp дұрыс. Астына қарай түсеміз. Қазір сағат 4-те жүреді. Местоположение Қазақстан, возраст 30 бен 60 жас аралығы, детальный таргетинг таңдалған жоқ. Астына қарай түсеміз. Выбор места размещения вручную, тек қана Instagram тұр, дұрыс. Келесі название объявления 1, дұрыс. Источник, өзіміздің Instagram'ымыз тұр, дұрыс. Біз қалаған видео тұр, дұрыс. Астына қарай түсеміз. Текстіміз дайын тұр, дұрыс. Енді келесі этап бізде опубликовать кнопкасын басамыз, сонымен біздің рекламамыз жіберілетін болады. Реклама жіберген екен сізден номер сұрақ қалуы мүмкін, номеріңіз жазып, тағы да бір рет тіркеу жібересіз, содан кейін уже реклама кетеді. Вот, бүгін біз сіздермен толық страницаға WhatsApp пен Instagram тіркеуді үйрендік, реклама жіберуді үйрендік. Қатты қиын емес, белгілі бір қайталанатын кнопкалар. Басында қиын болуы мүмкін, бірақ үйреніп алуға болады. Оңай. Мен барынша сіздерге оңай түсінікті тілмен түсіндіруге тырыстым. Егер тағы да бұдан да басқа сұрақтарыңыз болатын болса, маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге жауап берем. Себебі әркім әртүрлі ноутбукпен қолданады. Әркімнің ноутбугында әр Facebook әртүрлі версияда болып қалуы мүмкін. Түсінемін, кейбіреулерде сәл басқаша болып қалуы мүмкін. Егер көмек керек болатын болса, маған жазсаңыздар болады, мен сіздерге тегін өзім көмектесетін боламын. Бүгін біз сіздермен толық таргет жіберуді үйрендік. Енді келесі сабақта біз осы жіберген рекламамызды қалай анализировать етіп, результатын қалай бақылаймыз. Рекламамыз дұрыс жүріп жатыр ма, әлде дұрыс емес жүріп жатыр ма? Сол нәрсені анықтауды үйренетін боламыз. Сабақ толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер тағы да сұрақтарыңыз болатын болса, маған жазсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.